Мұқағали шаңырақтың тұңғышы болғандықтан, оның әжесі тиын өз бауырына салды. Мұқағали өзінің әжесі жайында: мені сөзге, жырға үйреткен, тәрбиелеген, халықты сүюге үйреткен әжем дейді. Ақынның әкесі Сүлейман шаруа адамы болған. Колхозда сыншы, шалғыншы болып жұмыс істеді. Анасы Нағиман ападай қарапайым адам болған. Мұқағали Атамбаев азан жақырып қойған шынаты Мұхаммедқали. Оны көпшілік біле бермейді. Кейіннен жеңгелері, туған туыстары да Махамбет пайғамбардың да аталатын бұл есімді атауға жүрексініп, оны Мұқағали деп кеткен. Ақынның өзі де естіген шағында бұл аттың қадір қасиетін түсініп, оны ары қалай әріп жүре алам ба, одан да Мұқағали қалғаным дұрыс шығар деп жатқа ауыстырып алған. Анашым, асыл анам, есіл анам, мен үшін сен су алқан ақ сүтімді ақтамасам боп жүрмін мен несіне адам. Ана, сен бақыттысың, жыламадың. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаным. Сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін мен өзінде асылданмын. Таусылып өз-өзімнен шашылмағын, байырғы берекеті қашылмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасына, өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бір нарда, ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазсам сенің есіміңді. Ана, сен бақыттысың тербете бер, Құбатауда иілген бесігіңді.